герань гүлінен басым. Қызыл гетерозиготалы гүлмен ақ дара түсті гүлден қандай ұрпақ күтуге болады? Ең қараңдар, берілгені бойынша бізде қызыл герань түсі басым болып тұр, яғни доминанттылық көрсетеді. Қызыл. Есептің шарты бойынша, яғни дарамыз ол біздің рецессивті болып тұр. Ақ күлтелі гүліміз. Аналығымыз, яғни қызыл гетерозиготал. Табу керек бізде балалар S1-дегі ұрпақты. Енді бұның ең оңай шығару жолы балалар, біз бұны пеннет тақтасына, яғни пеннет торына сала саламыз. Яғни бірінші білеміз аналық, аталымызды аламыз. Енді қазір ғана айттық, пеннет торына салу үшін біз оны аналық пен аталықтың қандай формада кездесетінін білуіміз керек. Аналығымызды қазір ғана айттық, бізде қызыл доминантты гетерозиготал. Яғни А және кіші А. Аталығымыз екі рецессивті амен белгіленеді. Енді бұны шығару жолымыз көбейту кестесіндегіндей сәйкестендіре саламыз. Доминантты А менен кішкентай А-ны, доминантты А менен кішкентай А-ны, және мына жерде екі рецессивті белгілер кетеді. Енді қараңдар балалар, мына жерде қызыл гүліміз гетерозиготалы болып тұр, және екі гүліміз рецессивті гомозиготалы болып тұр. Яғни егерде байқасаңдар, екіге қатынасы, бірақ біз бұны қысқартамызда, жауабы бірдің бірге қатынасы, яғни 50% қызыл, және 50% бізде ақ герань гүлі пайда болады. Яғни F1-дегі алынатын ұрпағымыз мына күйде.